Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар, бүгін сіздермен ас қорыту туралы сабақты бастаймыз. Яғни ас қорыту бізде адамдағы жалпы зат алмасу процесінің бір түрі болып табылады. Ішке кірген ас қорытылып, адам үшін энергия көзі ретінде жұмсалатын болады. Бізде келесі, яғни ең бірінші бастайтынымыз ас қорытудағы бас сүйектен, соның ішінде ауыз қуысы. Ауыз қуысы бас сүйекте орналасқан. Мына сіздердің көріп тұрғандарыңыз адамның ауыз қуысы болып табылады. Ауыз қуысының ішінде бізде ең негізгі мүшелері тіс, тіл, сілекей бездері болып келеді. Мынау қарап тұрғандарыңыз, мынау толықтай сұлбасы, ал жарты кесіндісі осылайынан көрінеді. Адамдағы жұтылу, яғни жұтылу процесі кезінде тілдің негізгі қызметіне келетін болсақ, ол бізде асты итеру қызметін атқарады. Яғни әртүрлі асты итеру жұтыну қызметіне, ал тістің қызметі механикалық қызмет, асты шайнау, яғни үгіту қызметін атқарады. Мүшелерге жеке-жеке тоқталатын болсақ, жалпы тіске келетін болсақ, бізде адамда жалпы 32 тіс болып табылады. 32 кейбір, яғни азу тістер, одан бөлек ақыл тістерін қосып санаған кезде 32 тісті құрайды. Ал сүт тістеріне келетін болсақ, сүт тістері бізде кішкентай балдарда шығатын тістер, оның саны 20 тіс болып табылады. Тістері түсіп, орнына қалыпты тістер шыға бастайды. Тістердің өзі үлкен және кіші азу тістер болып бөлінеді. Сіздер көріп тұрған мынау үлкен азу тістер, яғни шайнауға қатысатын, яғни мына жерде үшеу, дәл осы секілді оң жақта да үшеу. Және жоғары жақта да, дәл осылай оң жақта, сол жақта үшеуден, сонда барлығы бізде азу тістерінің саны 12 үлкен азу тісті құрайды. Және кіші азу тістері. Бізде біреу, екеу оң жақта, екеуі сол жақта. Дәл осылай, бұл менің қазір көрсетіп тұрғаным сіздерге төменгісі. Үстіңгісінде дәл осылай 4 азу тісі орналасқан. Кіші азу тістерінің жалпы саны 8 азу тісі болады. Және одан бөлек бізде, яғни алдыңғы жақта орналасқан тістерге келетін болсақ, ит тістері болады. Ит тістері немесе күрек тістер деп атайды. Мына жерде қарайтын болсақ, біреу және екеу, астыңғы жақта екеу, үстіңгі жақта екеу. Сонда барлығы 4 ит тістері болады. Ал ең алдыңғы жағында орналасқан күрек тістер. Күрек тістер бізде 4-теу. Яғни астында 4-теу, үстінде 4-теу болып орналасады. Келесі бізде айта кететін мәлімет, ол тіл. Тілдің өзі сезім мүшелерінің ішінде дәм сезу қызметін атқарады. Ол ас қорытудан бөлек. Тілдің ұшы тәттіні сезеді, ал екі жаны қышқылды сезуге қабілетті. Бізде ары қарай жалғастыратын болсақ, ауыз қуысының мына толықтай сұлбасы. Енді ауыз қуысындағы жалпы бұлшықеттер бар. Бізде ауыз қуысында шеңберлі деп аталатын бұлшықеттер тән болып келеді. Және ауыз қуысының негізгі бұлшықеттерінің қызметі, яғни механикалық әсерге ие болады. Бізде осы ас қорытудағы ең негізгі мүшелердің бірі бездер. Ас қорытуда жалпы 3 без бар. Тіл асты, жақ асты және шықшыт деп аталады. Мына жерде сіздердің көріп тұрғандарыңыз міне шықшыт безі. ОБТ-да ең көп сұралатын без ол шықшыт. Яғни адамдағы ас қорытудағы именно ол ауыз қуысы болатын болса, онда оның жауабы шықшыт. Шықшыт адамның оң жақ және сол жақ құлақтарының астыңғы бөлігінде орналасқан без. Келесі тіл асты және жақ асты бездері орналасқан. Бізде мына жерде көріп тұрғандарыңыз, ол бізде тілдің мынау жақтың астында орналасқан, ал тура тілдің астында мына жерде тіл асты бездері орналасқан. Жақ асты бездері де жұп бездер, яғни оң жақта және сол жақта орналасқан болып келеді. Ауыз қуыстарының ішінде бізде келесі айтылатын қан тамырлар бар. Қан тамырлар жүйесі. Ауыз қуысының ішінде қан тамырлар көбінесе тісте кездеседі, яғни тістің түбінде, соның ішінде дентин қабаттарында қан тамырлары орналасқан. Және одан бөлек біздің бұлшықетті қабаттың да астын астарлап жататын осы қан тамырлар жүйесі болып келеді. Мынау жалпы сұлбасы ас қорыту мүшелерінің, яғни нерв жүйелері бар. Яғни ас қорытудың ішінде нерв жүйелері тісте, соның ішінде дентиннің ортасында орналасқан. Яғни адамның тісі ауыратын болса, бізде бірден
басымыз ауырады. Неге? Себебі тістің түбірі ол нерв жүйесімен тікелей байланысты. Және одан бөлек мына бездердің де сыртында нерв системалары орналасқан болып келеді. Егер адамның именно осы ауыз қуысындағы бездер зақымданатын болса, адамның мысалға мынау шықшыт безі зақымдалған кезде адамның тура осы сол жақ беті түгелдей ісініп кетеді. Құлақ немесе құлақтан төмен қарайғы бөліктердің барлығы ісініп кетеді. Кез келген без ауырғанда немесе ауырсынуы нәтижесінде бұзылған жағдайда ол міндетті түрде өзінің орнында өте үлкен ісік пайда болу арқылы білдіреді. Келесі бізде жұтыну процесін қарастырайық. Мына жерде адамда жұтыну процесі бар, міне көріп тұрғандарыңыздай. Және бізде осы ас қорытудың тілден кейінгі, жұтынғаннан кейінгі бірінші бөлігі ол жұтқыншаққа келіп түседі. Жұтқыншақ сіздерде алдыңғы сабақ айтып өткенде тыныс алуда, ас қорытуда тыныс алуда мүшесіне. Енді ас қорыту мүшесін қарастырайық. Ауызға түскен ас механикалық әсерден кейін жұтынады. Осы жұтынудан кейін жұтқыншақ тікелей өңешке жалғанады. Ас, яғни кеңірдекке емес, өңешке түседі. Неге? Себебі мына жерде егер мынаны жылдамдататын болсақ, қараңыздар. Мынау ас жұтынған кезде тілдің көмегі арқылы мына жерде көмекей қақпақшасы немесе көмей қақпақшасы деген болады. Ас жұтынады, көмекей қақпақшасы жабылады. Яғни ас ары қарай кеңірдекке түсіп кетпеу үшін. Сонда көмекей қақпақшасы жабылған кезде ас тіке өңешке қарай түседі. Ол бізде ас қорыту, яғни асты тасымалдау мүшесі болып келеді. Мысалға адамдар кейде шашалып қалады. Неге? Себебі мынау көмекей қақпақшасы жабылмай жатып, су немесе тағы да басқа нәрселер жұтынатын болса, ас өңешке емес кеңірдекке түсіп тыныс алу жолына кетіп қалады. Соның нәтижесінде адамдар қақалып, шашалып жатады. Дәл осы тұста айта кететін жайт, ОБТ-да арнайы мысалдар келтірілген, яғни контекстар немесе тағыдан басқа бір жауаптық мысалдар. Егер адам шашалып қалады қандай жағдайда, немесе бір оқушыларды мысалға алады да, ол шашалып қалды. Неге? Себебі көмекей қақпақшасы дұрыс жабылмай жатып жұтынған кезде. Немесе астың өңешке емес кеңірдекке, яғни тыныс алу жолына қарай түсіп кеткен кезінде пайда болады. Мына қызметті тездетіп қарайық. Міне, ашылып, жабылып тұру қызметін атқарады. Бұл да бұлшықетті қабат, яғни көмекейдегі тура осы жері. Бұл, яғни бізде ас қорыту жүйелері. Ас қорытудың ішіндегі ауыз қуысы осы жерде аяқталады. Енді келесі сабақта оқушылар біз өңештен ары қарай жалғастыратын боламыз.